Жақсылық пен жамандық. Бұрынғы заманда жақсылық пен жамандық жолдас болыпты. Екеуінің де ат тоны азығы болыпты. Бірақ жамандық өз азығын шығармай, екеуі жақсылықтың азығымен күнелтіп жүріпті. Жеп жүргенде жақсылықтың азығы таусылыпты. Жамандық айтыпты: жақсылығым, азығың таусылды, енді қайтесің депті. Жақсылық: жамандығым, өзің біл депті. Өзім білсем, атыңды сояйық дейді. Жамандық: жақсылықтың атын сойып, екеуі етін бөліп жепті. Азық тағы таусылыпты. Жақсылығым, енді қайтесің? Атыңның еті таусылды дейді жамандық. Жамандығым, өзіңіз біліңіз депті жақсылық. Өзім білсем, жақсылығым, бір құлағыңды пісіріп, өзіңе берейін, жеймісің дейді жамандық. Жеймін жамандығым депті жақсылық. Бір құлағың кесті, бір күнге азық болды. Жамандық айтты: бір құлағыңды бір күнге тағы да асып берейін деп. Жақсылықтың екінші құлағы да асылды, бір күнге азық болды. Екінші күні тағы да азық таусылды. Жақсылығым, енді қайтейін депті жамандық. Жамандығым, өзің біл депті жақсылық. Жақсылығым, өзім білсем, бір көзіңді ойып, бір күнге азық қылып берейін депті жамандық. Сөйтіп, жақсылықтың ат тоны, азығы, құлағы, көзі таусылыпты. Жамандық жақсылықтың азығын бірге жеп тауысыпты. Жақсылықтың азығы таусылған соң жамандық азығын бермейді. Жақсылығым, атыңды сойып жедік, екі көзіңді ойып, құлағыңды кесіп, 4 күн азық бердім. Жақсылығым, енді қайтесің? Енді құлағың жоқ, көзің жоқ, сені тастап кетемін дейді. Жамандығым, тастап кетсең де, бір қалың тоғайдың ішіне таста дейді жақсылық. Жамандық қалың қара тоғайдың ішіне жақсылықты әкеліп тастап кетеді. Тоғайдың ішінде жақсылық отырса, бір жолбарыс, бір түлкі, бір қасқыр кеңеседі. Қасқыр айтады: жолбарысым, сен осы тоғайдан шықпайсың, тоғайда не істеп жүресің дейді. Бұл тоғайда екі бәйтерек бар, көзсізге көз береді, құлақсызға құлақ береді. Мен соны аңдып отырамын дейді жолбарыс. Жолбарыс айтты: сен қасқыр, осы жерден шықпайсың, неғып жүрсің дейді. Мына жерде 1000 қойы бар бай бар. Ол байдың бір қара төбеті бар. Сол қара төбеттің сүйегі өлген кісіге жан береді. Мен соны алайын деп жүрмін депті қасқыр. Қасқыр айтты: сен түлкім, осы қаробаның түбінен шықпайсың, сен неғып жүрсің дейді. Қаробаның түбінде ат басындай алтын бар, соны алайын деп жүрмін дейді түлкі. Бағанағы жақсылық үшеуінің сөзін естіді. Тоғайдың ішін аралады. Аралап жүргенде екі бәйтерекке қолы тиді. Көзін үйкеді, көз бітті. Құлағын үйкеді, екі құлақ бітті. Тоғайдан жақсылық шықты. Бағанағы қаробаның түбіне келді. Түлкінің қарап жүрген ат басындай алтынын алды. Ат басындай алтынды алып, 1000 қойлы байдікіне келді. Бай: қара төбетіңді сатамысың? Ат басындай алтын берейін деді. Ат басындай алтын берсең ал дейді бай. Қара төбетті, ат басындай алтынды беріп алды. Қара төбетті далаға алып шықты. Бір жерге келіп ұрып өлтірді. Жақсылық шақпағын шақты, от жақты, қара төбетті өртеді. Құр қара төбеттің сүйегі қалды. Сүйегін жақсылық алды. Сүйегін алып түйді, түйіп екі қалтасына салып алды. Жүріп бір хандікіне келді. Неғып жүрген адамсың дейді ханның ханшасы. Ұлсызға ұл болайын деп жүрмін, қызсызға қыз болайын деп жүрмін дейді. Ханның ханшасы айтады: ұлсызға ұл болсаң, маған ұл бол, менің ұлым жоқ. Хан болса ауырып жатыр дейді. Ұл болайын саған дейді жақсылық. Ұл болып жылқыға кетті. Кешке жақсылық жылқыдан келсе, хан өліп қапты. Ханша жылап отырады. Жақсылық жылқыдан келіп: жылама, тірілер дейді. Бағанағы қара төбеттің сүйегінен ханшаға кішкене беріп, қара төбеттің сүйегі өлген кісіге жан береді. Апарып ханның аузына сал дейді. Ханша барып ханның аузына салып қалып еді. Хан қатты ұйықтап кетіппін-ау деп орнынан түрегелді. Ертеңінде хан ел жұртын жиды. Жақсылық ханшаға айтты: хан ел жұртын жиып алып, маған жақсылық қылған кісі бар ма деп сұраса, мені айтпа деп. Жақсылық жылқыға кетеді. Ертеңіне ел жұртынан хан: маған жақсылық қылған кісі бар ма деп сұрайды. Ел жұрты: ешкім жақсылық қылған жоқ дейді. Ел жұрты тарқап кетеді. Енді кім қалды дейді хан. Сонда ханша айтады: ханым, сен ауырып жатқанда мен бір жігітті бала қылып алып едім. Жылқыда бірақ сол ғана қалды дейді. Соны шақыр дейді. Хан жақсылықты шақыртып алады. Сен маған жақсылық қылдың ба дейді хан. Мен сізге көп жақсылық қылғаным жоқ. Ханшаға бір кішкене ақ дәрі беріп едім. Ханша апарып сіздің аузыңызға салды. Сіз қатты ұйықтап кеткен екенмін деп түрегелдіңіз.
мен содан басқа жақсылық қылғаным жоқ дейді. Ханша, дәрі бергенің шын ба деп сұрайды хан. Ханша айтады, иә, шын, бергені рас дейді. Хан алтын тағынан түсіп, алтын тағын жақсылыққа береді. Ай десе аузы бар, күн десе көзі бар, сұлу бір қызы бар екен, сол жалғыз қызын береді. Қара құладан қақ жарып малын берді, күйеу қылып алды. Жақсылық байып тұрды. Жақсылық бір күндері жылқыда жүрсе, сол баяғы жолдас болған жамандық жолдасы кез келеді. Жақсылық, сен қалай адам болдың дейді жамандық. Жақсылық барлық шынын айтады. Жамандық айтты, жақсылығым, мені қалың қара тоғайдың ішіне апарып тасташы, мен де сендей адам болар ма екенмін дейді. Мен сенің екі көзіңді ойып, екі құлағыңды кесіп алып, тоғайдың ішіне тастап кетейін, сен де адам боласың дейді жақсылық. Жақсылық апарып тоғайдың ішіне жамандықты тастайды. Барлық байлықтарынан айырылып, әбден ашуланған түлкі, қасқыр, жолбарыс үшеуі тоғайдың ішін қарап жүріп, бір жерден жамандықты тауып алып жеп қояды. Жақсылыққа жақсылық, жамандыққа жамандық деген осы екен.